Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін еттен жасалған бәліштің қарапайым рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, әрі көп уақытыңызды алмайтын, және расымен қамыры сізді таң қалдыратынына сенімдімін. Шұңғыл ыдысқа 100 грамм ерітілген сары май, 1 дана жұмыртқа, 200 грамм қаймақ, шым-шым тұзды қосып араластырамыз. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды, сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Елеуіштен өткізілген 300 грамм ұнды қосамыз. 2 шай қасық қопсытқышты қосып, жақсылап бәрін біріктіріп араластырамыз. Пленкаға немесе целлофан пакетке салып, салмасын дайындағанша тоңазытқышқа салып қоямыз. 400 грамм тартылған сиыр еті, 200 грамм тартылған тауық еті, ұсақталып туралған 2 дана пияз, кішкене текшелерге кесілген 1 орташа картоп, сүйікті дәмдеуіштеріңіз және дәміне қарай тұзды қосып, жақсылап бәрін араластырамыз. Қамырды 2 бөлікке бөлеміз, 1 бөлігі үлкен болуы қажет. Пергаментке қамырды сопақша көлемде жая бастаймыз. Шамамен противень пісіретін табамызды көлемінде болуы қажет. Пісіретін табамызға қоямыз. Салмамызды саламыз. Екінші кішкене бөлігінде бірінші қамырдың көлемінде етіп жаямыз. Үстіне жайып, шет-шеттерін қысып біріктіреміз. Шанышқымен тесіп шығамыз. 1 дана жұмыртқаға шым-шым күркуманы қосып, бетіне жағып шығуымыз қажет. «180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 40 минутқа жібереміз. Бұл бәліштің расымен қамырына, салмасына ғашық боласыз. Бір рет жасап көрсеңіз, қайта-қайта әзірлейтініңізге мен сенімдімін. Сондықтан міндетті түрде отбасыңызды қуантыңыз. Достар, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Аман сау болыңыздар.